дәстүрлі емес жыныстық қарым-қатынастарды, педофилияны, балаларға қарсы зорлық-зомбылықты насихаттайтын, хабарлайтын бағдарламалар тыйым салу туралы норма бердік, ұсыныс бердік. Бұл шартты нәрсе, заңды нәрсе, себебі қазір бізде ол қатты деңгеймен кеткеннен осылай әрекет. Ринат мырза, жақсы, педофилияға қатысты заң қанша қатайғанымен, ол қылмыс азаймай отыр. Яғни заңның бір әлсіз тұстары бар деген сөз бе бұл? Енді қараңыз, бізде үгіт насихат, оны хабарлау туралы ешқандай тыйым салынған жоқ балаларға, жасөспірімдерге қатысты. Сіздерге қазір бәрі оңай көрінгенмен, егер сәл іздейтін адам болатын болса, ол телеграм каналдарда бар, арнайы балаларға соны насихаттайтын жексұрындар бар, соны айтатын, балаларға хат-хабар жіберетін адамдар бар мысалы. Оларға қатысты қылмыстық істер қозғалмайынша, енді бірінші сатысынан өтпей, екінші сатысын қалай емдейміз? Сондықтан қазір біз ең бірінші осы үгіт насихатты тыюымыз керек. Жақсы, педофилдерге қатысты жазаны әлі де қатаңдату қажет деп санайсыз ба? Маған салса, енді бізде әрине мемлекетте мүмкіндігі жоқ. Мен ондай балаға қатысты зорлық-зомбылық жасайтын адамның жалпы өмір сүруге хақысы жоқ деп айтатынмын. Егер маған салса, өлім жазасын енгізу керек деп ойлайсыз ба? мен керек деп ойламаймын. Мен ондай қылмыстардың жазасы солай болу керек деп ойлаймын. Насихаттағандарға қандай жаза болмақ енді? Қазір оны нормативтік құқықтық актілер мен кодекстер арқылы қарайды. Нақты енді мен айыппұл деңгейінде болмаса екен деп ойлаймын. Нақты жазалау болу керек. Мысалы насихатқа тыйым салу деп айтып отырмыз. Иә. Сахнада Қыстыкеннің рөлімен айтып. Ол да кіру керек. Ол да кіру керек. Ол да кіру керек. Әділдерге сияқты Қыстыкеннің қылығын жасап көрсететін әрекеттер бар, той-томалақтарда. Той-томалақ енді біреудің жеке мерекесі. Жарайды, оны былай қоя тұрайық. Кеше ол туралы жұмыс тобында сұрақ қойылды. Шағым түсірілсе соған. Әрине, қаралу керек. Жақсы, Бізде мысалы енді діни айтамыз ғой, мынаны үгіт насихат жасау болмайды, әр нәрсені келе жатыр ғой. Сондықтан біз балаларды қазір қорғау міндеттіміз ол мәселе. Мысалы тікелей эфирде, тиктокта, инстаграмда әсіресе осылар. Өкілдері отырады, соларды прямой эфирге шығуына да тыйым салу. Әрине. Педофилдердің қатысуымен орын алған қылмыс саны білесіз статистикасын? Нақты статистикасын ба? Так, өткенде айтып еді, өтірік айтпаймын, қанша деді. Біз ішкі істер министрлігіне барғанда 2%-ға ма азайды деді, бірақ саны 1000 бірдеңе қойым, қателеспесем. Бірақ нақты санын қазір білмеймін, өйткені сол жиналыста айтылды бірақ.